сіздің өтінішіңізді салып тұрмын. Мына қызбен ортамызда болашақ бар ма, татуласамыз ба, неге мынандай болып жүр деп жаңағыдай ой не дегендей салдыртып жатырсыз. Сол қызбенен екеуіңіздің орталарыңызда болашақ бар ма деп мен салып жатырмын. Әптегенде маңдайларыңызға пайғамбардың 9 құмалағы дейді, 9 құмалағы шығып тұр. Бұл құмалақта өте сирек кездесетін құбылыс. Бұл енді жолы болатын, тілек орындалатын адамдарға түседі. Сізде бәрі жақсы болады, тілек орындалады деген сөз, тілектеріңіз орындалады деген енді. Бірақ енді мына қыз сондай бір түлкі бұлғаққа салып тұрғасын, енді өзіме рұқсат беріп отырмын, ары қарай ашып, бұл неге өйтіп тұр деп. Енді оң жақ бүйірі қысылып, оң жақ бүйірі тоқ, сол жақ бүйірі қысылып, 40-тың бір жүрегінде мына оң жақ босаға сергелдең түсіп, тұйысқаны көтеріп, сол жақ босаға өзімен өзі болып тұр. Қазіргі жағдайы қыздың сергелдең. Ортасы жол беріп тұр, кетер емес. Бірақ алдыңғы уақытта сізге бірге байланысты ма, сізбен бірге болу жаңағы болашағыма жоқ, тағы да бір өзінің бір жеке ойларыма, сондай бір сергелдеңге түсіп, бір көптің әңгімесі сөз, содан алдыңғы уақытта сол өздері кедергі бола ма деп алдымды аяғымызды орайма деген бір секемін көрсетіп тұр. Ал бірақ сіздерге жаңағы сұрақтарыңызға сізге кетер емес. Жолда беріп тұр, былай да кетер емес. Бірақ сергелдеңгі бар, жаңағы әңгіме сөзі бар, содан кездесулер бар ма, сондай бір сол кездесу арқылы сол кездескендердің жаңағы сөйлескендердің сондай бір кесірінен алдарыңнан әңгіме сөз болып, сол жаңағыдай сіздің орталарыңызға кесір тема деген бір сондай несін көріп тұрмын, енді сондай көрсетіп тұр. Бірақ қыз сізге кетер емес. Түлкі бұлғаққа салып тұрған сондықтан. Қызбен жақсы сөйлескеніңіз дұрыс. Екеуіңізде болашақ бар, орталарыңызда татуластық бар, бір-бірінен ешқайда кетпейсіздер. Сізден артық жігіт табылмайды. Сіз енді мына қызды қатты ұнатып жақсы болып тұрғаннан кейін, әрине сізге де бұл қыз енді сіздің маңдайыңызға жазылып тұрған ғой деймін, өйткені солай көрсетіп тұр. Ал қызға сізден артық жігіт табылмайды. Соны қызбен сөйлесіп көзге жеткізіңіз, қызбен дұрыстап сөйлесіңіз, жаңағыдай тағы да әрекет жасаңыз, көріңіз. Мен блокация тығып тастады, сөйлеспейміз деген болмайды. Жігіт адам әрекет жасап, жаңағыдай көру керек, өзі жаңағы қыздың көзін жеткізу керек. Жастарыңыз жас емес, 27-30-ға келіп қалдыңыздар. Сондықтан енді сондай қызбен дұрыстап, сондай оймен сөйлессеңіз, ол түсінеді ғой деймін, өйткені болашақтарыңыз бар, орталарыңыз жақсы қарым-қатынас болатынын көрсетіп тұр. Бір сүйіншілі құдайларыңыз бар, сондықтан қызбен тағы да сөйлесіңіз.